Қайырлы таң, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? 2-3 ай бұрын сіздер білетін боларсыздар, менің тағдырымды талқылаған, баласы қайда, байы қайда екенін білмейтін уборщица менің деңгейім емес деп менің жеке тағдырымды талқылаған, және оны 1,5 миллион парақшасы бар аудиториясында келеке мазақ, менің тағдырымды келеке мазақ қылған Рыспала Икрамбай қыздарыңыз қазіргі таңда бақылауда, тексерілуде. Енді Рыспала Икрамбайдың қолменен, тілменен, миыменен жасап отқан тағдырының шындықтары. 22 жылы Рыспала Икрамбай халықтан жинайтын садақаны тоқтатып, енді сбормен айналыспаймын деп сборды тоқтатты. Сол жылы Рыспала Икрамбай қазіргі таңда жылма-жыл тауып атқан балаларының әкесіменен заңды түрде ажырасқан. Менің тағдырым Алланың қалауымен тәлкекке түсіп жатса, Рыспала өзінің тағдырын және балаларының тағдырын, жаңадан туылып жатқан балаларының тағдырын өз қолдарымен ұрлықсын жасыру үшін тәлкекке салыпты. Себебі ол Рыспала Икрамбай 22 жылы сборды тоқтатқанда ол білді, түбінде бұл жиналған қайыр садақаның сұрауы бар екенін. Сондықтан ол қазіргі жолдасыменен заңды түрде ажырасып, құжат түрінде жалғызбасты ана, көп балалы ана болып, бәлки үкіметтің қамқорлығына ілінгісі келген шығар, бәлки халықтың алдында немесе заңның алдында жауапкершіліктен қашқысы келген шығар. Бірақ Рыспала Икрамбай сбор жабылғаннан кейін қазіргі жолдасымен заңды түрде ажырасып, қазіргі жолдасына егерде маған бір жағдайлар болып қалса, балаларға өзің дұрыстап қарайсың деп аманат қып тапсырған. Бұл әңгіме Рыспала Икрамбайдың қол астындағы және жан жағындағы жүрген көмекшілерінің әңгімесі, және ол заңды түрде ажырасып, чемоданын жинап, барынша өзіне қорған іздеп жатыр. Себебі жылма-жыл тууының бірден бір себебі ол заң алдында жауап беруден, заңға тартылудан қорқып, жылма-жыл баласы болса, мені бәлки жазадан құтқаратын шығар, бәлки жазам жеңілденетін шығар деп өзін барынша әрекетін жасап жатыр. Енді менің тағдырымды талқыға салған Рыспала Икрамбай, мен Алланың қалауыменен өмірдегі тағдырымның дұрыс болмауы, ол менің кінәм емес, ал сенің тағдырың өзіңнің қолдарыңменен жасаған ұрлықтарыңменен бұзылып жатыр, және оны өзің бұзып жатсың. Сондықтан, құрметті қазақ елі, Рыспала Икрамбай бұл ұрлығының түбі қорлық екенін біліп, 22 жылы сборды жауып, сол жылы қазіргі жылма-жыл туып атқан балаларының әкесінен заңды түрде ажырасып, көп балалы ана, жалғызбасты ана болып, заң алдындағы жауапкершіліктен қашу үшін немесе жауапкершілігін жеңілдету үшін әртүрлі құйтырқы әрекеттер жасап отыр. Бірақ заң алдында ешкім статусқа қарап бөлінбейді. Заң ортақ, заң алдында барлығымыз бірдей жауап беруге міндеттіміз. Сондықтан Рыспала Икрамбай, 3 ай сайын бала тусаң да, жолдасыңмен ажырасып, заңды түрде жалғызбасты ана болсаң да, заң алдында сен де, мен де жауап беруге міндеттіміз.
ешқандай қитұрқы әрекеттерің жүрмейді. Чемоданыңды жинап, балаларыңды бұрынғы заңды әкесіне аманат қылып, бірақ қазір сен үкіметті алдағың кеп отыр, заңды түрде ажырастың деп. Бірақ үкімет алданса алданып атқан шығар, сенің құжатпен көрсеткен жалғызбасты 5 баласы бар ана екеніңе халық алданбайды. Себебі сен сол ажырасқан байыңның қойнында жатып, жылда бала тауып жатсың. Сондықтан үкіметті алдап, тегін үй, қамқорлық, жаңа заң алдында жеңіл жаза сұрағың келіп отқан шығар. Ол өтпейді. Себебі қазақ тіліне жанашыр, қазақ жеріне жанашыр Жансұлу 38 ішіндегі баласының 38 апталығында заң алдында жауап беріп, түрменің ішінде Ақниетті босанғаннан кейін 38 апталықта сотталып, 39 аптада түрмеден шықты. Сондықтан заң алдында алаяқ та, ел жанашыры да бірдей жауап береді, және жауапқа тартылады, және ақталады. Сондықтан Ырысбаланың әрекеттері барынша қитұрғы бақылап отырмыз. Бақылана бересінде, себебі қазіргі таңда ең үлкен аудиториясы бар алаяқтық жолмен лотерея ойнатқандар, казино жарнамалағандар тізбектеліп, тексеріліп жатыр. 3,5 мен 7,5 миллион подписчигі барлар. Ырысбала, сенің де күнің жақындап қалды. Себебі сенің қазіргі подписчигің 1,5 миллион екен. Сондықтан ешқандай қитұрқы әрекетің жүрмейді. Және кісінің тағдырын талқылайтын ешкім емессің. Құлап жатып, сүрінгенге күлудің қажеті жоқ. Ұрлықтың арты қорлық. Өзің қолдарыңмен өз тағдырыңды тәлкекке салып отсын. Ұрлығы жасап, халықтың қалтасына үңіліп, қайыр садаға жинап, қайыршылықпен өзіңнің отбасыңды, бала шағаңды, одан қалса әулетіңді асырап, бүкіл Икрамбай әулетін халықтың мойнына екі аяғын салбыратып, жылдар бойы бақтырып отырдың. Оның барлығына жауап бересің. Сенің әртүрлі қитұрқы әрекеттерің жан-жақтан келіп, тізбектеліп, тиесілі жерге беріліп жатыр. Өте ұзақ жұмыс жасайды, себебі сен өте көп қитұрқы әрекеттер жасап, халықтың қалтасын тонап, туған туысыңды байытқан екесің. Қазақ ақмақ емес, алмақтың да салмағы бар. Алған кезде білдің, енді салмағын көтеріп жауап беруге міндеттісің. Менің тағдырымды талқылайтын сен емес, бірінші өз тағдырыңды өз қолыңменен талқандаған екенсің, Ырысбала Икрамбай.